Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет болып шығатын синнабоны булочкаларын пісіреміз. Менімен бірге дайындаңыздар. Бізге ол үшін жылы сүт керек, қант, жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ары қарай біз ерітілген сары майымызды құямыз. Осылай барлығын араластыратын боламыз. Ары қарай бізде разрыхитель салдым және дрожжи қостым. Осылай барлығын венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне осы електен өткізілген ұнымызды саламыз. Осылай қолымызбен жұмсақ қамыр болғанша илейтін боламыз. Осылай бір келкі қамырымызды илейміз және 1 сағат уақытқа қойып қоямыз. Мінеки бізде 1 сағатқа қойылған қамырымыз ашып дайын болды. Енді оны осылай үстелдің үстіне қойып, әдемілеп, осындай 4 бұрышты формаға келтіреміз де жаятын боламыз. Қалыңдығы 1-1,5 см болатындай қылып жаямыз. Мінеки қамырымызды жайып алдық. Енді жайылған дайын қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды осылай жағып шығатын боламыз. Көбірек жақсы болады. Осылай видеода көрсетілгендей барлық жағынан жағамыз. Келесі менде посыпка, бұл жерде менде корица, қант және дәмі шоколадный болып тұру үшін мен какао қостым. Олардың өлшемдерін комментарияда қалдырамын. Осылай видеода көрсетілгендей рулетик қылып былай ораймыз. Қамыр өте жұмсақ болады, сондықтан ол пышақпен кесілмеуі мүмкін. Сондықтан осындай жіпті осылай жіппен кесіп аламыз. Міне мен барлығын кесіп шықтым. Осылай противеньге қоямыз және расстойкаға қоямыз. Бұл жерде келесі видеода мені көріп тұрғаныңыздар расстойкаға қойылған 35 минутқа және де пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Осындай керемет синнабоны булочкаларымыз дайын болды. Бетіне осындай кремімізді жағамыз. Менде қаймақ пен сахарный пудра екеуі араласқан крем бұл жерде. Рецепті өкінішке орай видеоға түсірілмей қалды. Мен сіздерге оны комментарияда қалдырамын. Осындай керемет синнабоныды пісіріп көріңіздер. Менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.